жомарт кездейсоқ Айдананың тұрғысын көріп қояды. Сосын Айдана оған жалаңаш иығын ашып көрсетеді. Бұл көмекшімнің ишарасы ғой деп ойлап, оны сүйіп алады. Айдана түсінбей қалады. Сосын адвокатқа жүгінеді. Бастапқыда ол ақшалай өтемақы алғысы келген. Бірақ адвокат Айдананың жағдайын естіген соң бірден қызығушылық танытып, есептеп максимум 1,8 миллион доллар ала аласыз дейді. Қыз жоқ, бұл тым көп ақша ғой дейді. Ал анасы ашкөздік танытып, соңына дейін барып сотқа береміз дейді. Ақыр солай болады. Адвокаттың хаты жазушының үйіне жіберіледі. Жазушы іссапармен басқа жерде жүрген болатын. Оның хатын күйзелістегі әйелі қабылдап алады. Күйеуінің іс-әрекетін естігенде әйелі есеңгіреп қалады. Бірнеше таблетка ішсе де жағдайы жақсармады. 3 жасар қызын шомылдырып жатқанда кішкентай қыз көмекші қыз Айданамен ойнағысы келетінін айтқан кезде әйелдің басы кетіп, ми жасамай депрессиямен қуып кетіп, қызын суға батырып, тұншықтырып, сосын өзіне де қол жұмсап көз жұмады. Жазушы үйіне келіп қайғылы көріністі көрді. Өмірден өтіп кеткен бала шағасы және үстел үстіндегі адвокаттың хаты. Көп ұзамай сот отырысы басталды. Жазушы кешігіп келсе де ешқандай дауласпастан жоғары өтемақыны төлеуге қол қоя салады. Ешкім де оның ішінде қандай кек барын білмеген. Айдана жазушының бұл әрекетіне таң қалады. Дәл сол кезде ол қайғылы оқиғаны естіді. Кішкентай қыздың сыйлаған суретіне қарап отырып, Айдана шын жүректен қатты өкінді. Біраз уақыт өткен соң Айдана жазушыға хат жаза бастады. Ол кешірім сұрағысы келген, бірақ ешқандай да жауап болған жоқ. Көп ұзамай бір кеште оған ағасы қоңырау шалады. Ата-анасы байқамай улы саңырауқұлақ жеп қойған екен. Айдана шұғыл түрде ауруханаға жүгірді. Ол жақта әкесі қайтыс болған, анасы ақылынан айырылғанын айтты. Айдана бұған сене алмай аң-таң болады. Ата-анасы саңырауқұлақтарды ондаған жыл бойы жеп келген. Олар қалайша оларды шатастырып алуы мүмкін. Кенет ол бір нәрсені түсінді. Жазушыға улы саңырауқұлақтар туралы айтқанын, анасының жиі саңырауқұлақтан тамақ жасайтынын есіне алды. Мүмкін бұл бақытсыз оқиға жазушының кегі ме? Айдана бұл күдіктерін ағасына айтады. Ағасы Айдананы ақылынан адасқан деп ойлады. Әкесінің жерлеуінен кейін Айдана жазушының әрекетіне мән бере бастады. Ол жазушының стилі өзгергенін түсінді. Бұрын махаббат романдарын